Саламатсыздар ма, білім алушылар? Қазақ әдебиеті 11 сынып. Қоғамдық гуманитарлық бағыт. Қазақ мектебі 6 сабақ. Сабақтың тақырыбы Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығы. Сырсандық өлеңі. Мақсаты көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ойсы қосып, шығармашылық жұмыс, эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма жазу. Балалар, біз осы уақытқа дейін ақынның шығармашылығымен, өмірбаянымен, сырсандық өлеңімен танысып өттік. Енді осы өткендеріміздің бәрін пысықтау мақсатында мына төмендегі сұрақтарға жауап берсеңіздер. 1. Сәкен өмірінің басты кезеңдері қандай? 2. Ақынның алғашқы өлеңдерінің негізгі сарыны мен әдеби қозғалыстағы үндестігі туралы не айтасыңдар? 3. Неге Сәкенді лирик ақын дейміз? Лирикалық шығармаларының көркемдік сипаты мен ерекшеліктері қандай? Сырсандық өлеңінен алған әсерленумен бөліс. Неліктен Сәкен Сейфуллинді адамгершілік сезімдердің айнымас достық пен махаббаттың жыршысы деп атаймыз? Сіздерден мына сұрақтарға жауапты толық, нақты, жан-жақты жауап берсеңіздер. Сонымен балалар пысықтау сұрақтарына жауап беріп отырмыз. Біздің келесі тапсырмамыз өте қомақты. Сол себепті жаңағы Сәкеннің лирик ақын екеніне тағы бір тоқталып кетейік. Сәкеннің көңіл-күй лирикасының ішінде сырсандық үлкен орын алады. Мұнда адамдар арасындағы жарастық, достық идеясы толық қойылады. Ақын адамның көңіл-күйін, сырын тұспалдай жырлап, оны биік таудың басындағы кілтті сырсандыққа балайды. Шын, адал дос жанын түсіне білген адам ғана сол ұшар биіктегі сырсандықты ашып, көңілін сын пернесін баса алмақ деп айтып отыр. Ақын адам жанын түсіне білетін достарға қолында жемің барда шырқ айналып, жем таусылса жалт беретін жанама достарды қарсы қойады. Сәкен Сейфуллин лириканың мүмкіндігін молайта қарап, оны тек сезімнің көрінісі есебінде шектемейді. Оған қоса азаматтық әуен, ойлы мазмұн бере дамытып отыр. Ол ізгі адамгершілік сезімдердің, айнымас достық пен махаббаттың жыршысы бола білмек. Сонымен балалар, біз келесі тапсырмамызға көшейік. Тапсырма. Сәкен лирик ақын тақырыбында әдеби эссе жазыңдар. Көлемі 100-150 сөз. Эссе жазу барысында төмендегі дескрипторға назар аударамыз. Тақырыпқа сай жазады, ойын шығармашылықпен жеткізеді, өз пікірін білдіреді, шығармадан дәлелдер келтіреді және көркем тіл құралдарын қолданады. Балалар, сабағымызды аралдар әдісі арқылы аяқтаймыз. Аралдар әдісінде өз ойларыңмен бөлісесіңдер, яғни жазуда мен қиналдым, маған ойға түскен жері, ойымды толық жеткізе алмадым, жан-жақты рухани азық алдым. Рефлексия жазып қойсаңыздар балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.